Ертең миллиондаған футбол жанкүйерлері тағатсыздана күткен матч өтеді. Өзбекстан, Португалия. Бұл жай ғана ойын емес, бұл бүкіл орталық Азия жұрты тақым қысып, жүрегіміз бірге соғатын сәт. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан бәрімізді бір үйдің баласындай болып, тілегіміз бір болатын мезет. Өйткені барлығы осы ойынды көреді және бәрі бір командаға жанкүйер болады. Португалияға, Криштиану Роналдуға. Әзіл ғой, әзіл. Әрине, өзбек бауырларымызға. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe. Шынын айтсақ, Португалия жай ғана команда емес. Ондағы әрбір ойыншының құны біздегі бір команданың бағасымен тең. Олар қателікті кешірмейді. Мүлт кеттім бе, бірден гол соғады. Көзді ашып жұмғанша таблодан 1-0 деген есепті көресің. Енді ойлашы, оларға қарсы Өзбекстан шығады. Міне, ең қызығы осы жерде. Өйткені бұл тек фаворит пен андердогтың айғасы емес. Бұл көршілес өңірден шыққан команданың қаншалықты алысқа баратын көрсететін матч. Өзбекстан құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатында Португалияға қарсы матчқа дайындалып жатыр. Бұл кездесу тек екі ел үшін емес, бүкіл футбол әлемі үшін қызық ойын. Әсіресе орталық Азияда бұл матчқа ерекше назар аударылады. Плей-оффқа шығу үшін өзбекстандықтарға Роберто Мартинес шәкірттерін жеңу керек, немесе теңесіп. Егер жеңіліс тапса, келесі кезеңге өту мүмкіндігі мүлдем азаяды. Әрине, біз өз бауырларымыздың жеңгенін қалаймыз. Бірақ реалиста болу керек. Дегеннің өзінде доптомалақ. Тарихта бірнеше андердог командалар тәртіп, рух, мінез арқасында талай фавориттерді сан соқтырған. Айтқандай, Португалия бұл ойынға турнирдің басты фавориттерінің бір ретінде келіп отыр. Бұл әлемнің үздік футболшыларынан жиналған команда. Еуропаның топ клубтарында ойнайтын ойыншылардан құралған, қысымға үйренген матч тағдырын жеке шеберлік пен тәжірибе арқылы шешетін құрама. Мұндай ойындарда Португалия жай ғана жеңіп қана қоймай, ойынды толық өз бақылауында ұстайды. Бірақ Өзбекстан да жай қарсылас емес. Бұл соңғы жылдары үлкен қадам мен өзгеріс жасаған команда. Олар ұйымдасқан, тәртіпті және ең бастысы халықаралық бәсекеге қабілетті құрама. Достар, менің каналымның серіктесіме рахмет, өйткені онсыз бұл жерде ешқандай видео шықпайды. Егер сен 10 000 теңге ұтып алғың келсе, астыдағы сілтемеге өт, және қазір керемет плюс бол деген акциясы өтіп жатыр. Барлықтарыңыз естіп жатсыздар ғой. Camry, Kia, Audi Q8 машиналарын ұтып алғың келсе, одан бөлек MacBook, iPhone, FreeBet'тер барлығы бар әлем чемпионын көріп, ләззат алып, ақшаны ұтып алуына болады. Ақшаны бөлек жәнеге айтылған әрине сыйлықтар. Сілтемеге тез өт және өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. Серіктесіме рахмет. Өзбекстан ойындарына қазір қызығушылық ерекше. Қазақстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда және Азияның басқа өңірлерінде көптеген жанкүйерлер Өзбекстанды жай ғана жеке құрама емес, құдды бір өзінің елі ретінде қабылдайды. Менің құрамам әзірге әлем чемпионатына дейін жете қойған жоқ. Бірақ Өзбекстанға жанкүйер бола отырып, мен әлемдегі ең маңызды турнирге аз да болса қатысым бар деп есептеймін. Өйткені кешегі Өзбекстан-Колумбия матчында Америка комментаторы Өзбекстанды бірнеше рет Қазақстан деп шатастырған жоқ па? Молодец. Құрметті көрермендер, әлем чемпионаты аяқталғанға дейін менің каналымда 10 000 оқырман болуы қажет. Міндет. Почему? Жазылсаңдар, жақсы канал ғой. Қазақстан премьер-лигасы, қазір енді әлем чемпионаты туралы қазақша контент ұсынып отырмыз. Сондықтан чай ішсеңіз, кофе ішсеңіздер, егер ыстық болып жай ғана сусын ішсеңіздер, біздің каналға жазылыңыздар. Міндетті түрде лайк басыңыздар. Қандай контент көбірек ұсынамыз, қандай подкаст, кіммен подкаст, Ислам Чесноковпен подкаст болады жақын арада, өте керемет сұхбат. Сондықтан жазылыңыздар. Бізге де көмек болсын. Және бұл жерде ешқандай жасыратын жоқ. Мен Криштиану Роналду мен Бруно Фернандештің жанкүйерімін. Бірақ осы сәтте мен үшін олардан гөрі тарихы, рухы, дәстүрі жақын көршілеріміздің жетістігі маңыздырақ. Ойлаңызшы, орталық Азиядан шыққан команда Еуропаның алпауыттарына қарсы иық тіресіп, терезесі тең ойын ойнап жатса ғажап емес пе?
Мұндай сәттерде мен Барса фан, сен Реал фан деген сияқты спорлар ысырылып, оның орнын ауызбіршілік сезімі басталады. Хотя по факту Реал мықты. Және де дәл осы жерде орынды сұрақ туындайды. Неге бұлай? Неге көпшілік Өзбекстанға сонша жанкүйер болады? Жауабы қарапайым. Өзбекстан соңғы жылдары футболды біртіндеп, жүйелі түрде дамып жатқан мемлекетке айналды. Бұл бір сәттік жетістік те емес, бір ғана буынын жарқ еткен сәті де емес. Бұл қадам-қадаммен аз-аздан үздіксіз, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан процесс. Құлағыңызға алтын сырға, құрметті Қазақ футбол федерациясы. Балалар мен жасөспірімдер футболының дамуы, академиялармен жұмыс, ішкі чемпионат деңгейінің біртіндеп өсуі, мықты лигаларға кетіп жатқан жаңа ойыншылардың пайда болуы. Мұның бәрі қазіргі құраманың негізін құрап отыр. Және де дәл осы жағдай өзбек футболын тек өз елі үшін ғана емес, бүкіл аймақ үшін маңызды етеді. Өйткені бұл мысал футболдағы прогресс тек жеке жұлдыздардың немесе бір буынның ғана арқасында емес, жүйелі жұмыс пен ұзақ мерзімді жоспар арқылы да мүмкін екенін көрсетті. Орталық Азияның басқа елдері үшін бұл өзінше бір бағдар сияқты. Көшіріп алу үшін емес, даму үшін құрылым, жоспар мен сабыр қажет екенін түсіну үшін. Португалия қарсы матч осы тұрғыда өте маңызды сынаққа айналады. Айтқандай, бұл тәжірибе қарқын және ойын сапасы жағынан мүлде басқа деңгейдегі қарсыласқа қарсы ойын. Бірақ дәл осындай матчтар нағыз прогрессті көрсетеді. Өзбекстанның деңгейі қай жерге жетті? Бұл жерде ең бастысы нәтиже ғана емес, команда топ деңгейдегі қарсыласқа өздерін қалай көрсетеді? Сол маңызды. Қысымға қаншалықты төтеп бере алады? Сынып қалмай, соңына дейін мінез көрсете алады ма? Және мұндай деңгейдегі ойындарға кездейсоқ емес, жүйелі түрде дайын ба? Мәселе осында. Сондықтан да бұл матчқа деген қызығушылық тек спорттық тұрғыдан ғана болмайды. Көрермендер бұл матчты тек Португалияның жұлдыз ойыншыларын көру үшін ғана емес, Өзбекстанды өсіп келе жатқан футболдың, дамудың символы ретінде де тамашалайды. Сондықтан көршілес командалардың бірі әлемдік грандқа қарсы шыққанда оны қолдауға деген шабыт автоматты түрде пайда болмай ма? Әсіресе Қазақстанда. Біз көршілес мемлекетпіз, біз жақын мемлекетпіз. Өйткені бұл енді жай ғана Өзбекстан мен Португалияны ойын емес. Бұл бүкіл өңірдің назары бір жерге ауып, бәрі бір нәтиже үшін қаламдайтын сәт. Қалай аяқталса да, бұл матч үлкен мәнге ие. Өзбекстан әлемдегі ең мықты қарсыластардың бірі Португалия қарсы ойнайды. Және бұл команданың деңгейі қаншалықты өскенін, аймақта футболға деген қызығушылықтың қаншалықты артқанын көрсетеді. Бәлкім осы сенсациямен аяқталмайтын да шығар. Бірақ бұл ойын тарихта қалады. Біз Алматыдағы Реал Мадридтің келгенін қалай мақтанышпен еске алсақ, бұл ойынды да дәл солай көреміз, тамашалаймыз, мақтанамыз. Өйткені дәл осындай матчтарда шынайы деңгей көрінеді. Құрмет қалыптасады және команданың қай бағытта дамып келе жатқан анық көрінеді. Осы тұрғыдан алғанда Өзбекстан енді мойындауымыз керек, қазір тек қана орталық Азияда емес, Азия еліндегі алпауыт мемлекетке айналып барады футбол жағынан. Бұл футбол біздің өңірде де дамып өсіп, үлкен халықаралық сахнаға шыға алатынын көрсететін мысал ғой. Біз де шыға аламыз, біздің де қолымыздан келеді. Сондықтан алға Өзбекстан, алға Қазақстан, алға қардашлар. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.